Barşаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менде күнделікті жаңа рецепт шығады. Бүгін сіздермен өте керемет үй жағдайында жасалынатын қаттама нанның рецептімен бөлісемін. Ең алдымен бізге қажет заттар: 400 мл су қажет, 700 грамм ұн қажет, 2 ас қасық сұйық май қажет, 1 ас қасық тұз қажет. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып, үстіне тұзымызды салып, майымызды құйып, жақсылап қамыр илейміз, ұнымызды салып. Мінекей қамырымызды илеп болдық, жұмсақ қамыр. Енді бетін 20 минутқа жауып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша арасына жағатын майымызды дайындап аламыз. Яғни мен тамақ жасайтын майды қолдандым. Сіздер кез келген майды қолдансаңыздар болады. Мен тамақ жасайтын сұйық майды осылай қыздырып алам газға. Үстіне азырақ қолдың майын қостым. Сонда дайындық шығарып қаттамамыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді жаямыз. Мен 2 бөлікке бөлдім. Енді қамырларымызды жайып шығамыз. Мінекей қамырымыз жайып болды. Енді арасына бағанағы тұшытылған майымызды жағып шығамыз. Қолымыздың көмегімен осылай жағамыз, барлығын бір тегіс. Осылай орап шығамыз қамырларымызды. Мінекей қамырымызды осылай орап шықтық. Енді 10 минутқа кішкене қойып қоямыз. Оған дейін табамызды қыздырамыз. Мінекей қамырларымызды енді осылай жинап бөліктерге бөлеміз. Мінекей мен кішірек қылып жатырмын, табам кішкентай болғандықтан. Сіздер әртүрлі көлемде жасасаңыздар болады. Мінекей барлығын осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Менде 6 бөлік шықты. Енді жайып шығамыз қамырларымызды. Қамырларымызды жайып шығамыз енді. Қызып тұрған табамызға
Каттаманы салып пісіреміз. Арасына, астына осылай май құямыз. Осылай айналдыра отырып пісіріп аламыз. Қызарғанша. Мінекей, келесі беті қызарып шықты. Енді аударамыз. Осылай пісіріп шығамыз барлығын. Мінекей достар, қаттама нанымыз дайын болды. Өте қытырлар, хрустящий. Мінекей, өте әдемі болып шыққан. Осы рецептпен жасап көріңіздер, өте керемет шығады. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.